Ассалаумағалейкум, математика сүйер қауым. Көрерменімізден диагональ туралы сұрақ түскен екен. Яғни диагоналды қалай табады дейді. Диагоналды табуды кәдімгі күнделікті өмірде, мысалы үй салып жатсаңыздар, фундаменттен бастап жатамыз ғой. Сол фундаментте жерін белгілеуде көбісі диагональ шықпай жатады. Мүмкін соған байланысты сұрап жатыр ма деген ой туындап, соны да қоса айтып кетейін деп шештім. Мысалы сіз жер сатып алдыңыз, сол жерге өзіңіздің үйіңізді салатын кезде белгілі бір орындарды белгілеу керек болады. Сол орынды белгілеген кезде қазықтар 4 бұрышта 4 қазық қағу керек қой. Сол кезде сізде мынандай қиындық туындауы мүмкін. Яғни бірінші қиындық былай міне 4 бұрышта мысалы белгілеп қоясыз, мына жерде міне былай қазық қағып жіп тартуыңыз мүмкін, былай сосын тағы да мына жерден жіп тартуыңыз мүмкін, сосын мына жерден жіп тартуыңыз мүмкін. Сол кезде мына енді сіз жерде жүргендіктен үстінен қарай алмағандықтан сіз мына 4 бұрыштың бірі мына жаққа есейіп кетеді, немесе мына жаққа есейіп кетеді. Яғни мына жерде 90 градустар шықпайды. 90 градус шықса ол әдемі 4 бұрыш деген сөз. Көбісі 90 градус шықпай жатады. 90 градустан асып кетеді, түсіп кетеді деген сияқты. Сондай қиындық болмас үшін сізге мынадай бір кеңес ұсынамын. Жеріңіздің қазығын қақып беру де мүмкін. Сол жердің шетін пайдаланса, мысалға мына сіздің жеріңіз болса, мына тақта мысалға. Мысалы содан енді көбісі енді заң бойынша 6 метр деп жатады ғой, енді көшеден 6 метр болу керек деген сияқты. Сонда жеріңіздің шеті болатын болса, осыдан 6 метр түсесіз да, мысалға мына жерге бір точка белгілеп қоясыз. Бір қазық қақып қоясыз. Осы мысалы үйіңіздің енді қанша метр ұзындығын қанша метр қыласыз, енін қанша метр қыласыз, соған байланысты мына жаққа дейін мысалға бір салдыңыз, бір белгілі бір араға салдыңыз. Былай айтқанда 6 метр түсіңіз да, міне белгіледіңіз. Сосын былай жіп тарттыңыз міне. Мынау енді бұл жерде күмән болмау керек. Былай арасы бәрі 6 метр болғасын, бұл енді тіке болады енді. Жердің шетімен сіз өлшеп алып отырсыз. Мына жаққа қазық қағасыз ғой. Былай жүресіз ғой міне. Осы жерде сізде міне мына жерге бір адамды отырғызып қою керек. Яғни қасыңызда тағы бір көмекші болған дұрыс. Мына жерде қазықты әлі қақпаймыз, ұстап отырамыз тек. Оны былай да былай жылжытамыз. Яғни мына жерде 90 градусты шығару керек. Енді мына жерде Пифагор теоремасы көмекке келеді. Мысалы мына қағылған қазық қой, бізде қағылған жібі. Осы жерден былай қарай бір 3 метр бір жіп белгілеп аласыз, немесе 3 метр рулеткамен өлшеп мына жерге 3 деп бір метка қойып кетсеңіз, сосын мына жіптен бос тұрған жіп қой, мына андай жаңағы сіздің көмекшіңіз ұстап тұр. Осы жерден 4 метрді белгілеп қоясыз, 4 метрді белгілеп қоясыз. Мына рулеткамен мына жерге белгілегенмен 3 метрді белгілегенмен 4 метр белгілеген жер бар емес. Осы аралықта рулеткамен өлшейсіз. Сол кезде 5 метрге сәйкес келу керек. Егер сізден 5 метр алыс болып кетсе, немесе 5 метрден кіші болып қалса, мынаны айтасыз, міне жылжыт, мына оңға қарай жылжыт, солға қарай жылжыт деп 5-ке келтіріп аласыз да, міне ровно 5-ке келгеннен кейін мына жер 90 градус шықты деп ойлай беріңіз уже. Мына жерде 90 градус бар деп ойлай беріңіз. Яғни осылай міне бір бұрышын шығарып алсақ, ары қарай сонымен мынау қандай болып тұр, дәл сондай қылып мына жаққа бүйтіп түсіре қоясыз. Уже бір бұрышы жарайды деген. Енді жолға мысалы мына жаққа бұрмаңыз, міне былай әкеліп түсіре қоямыз. Бір бұрышын есептеңіз, мынаның барлығы уже 90 градус болып шыға келеді екен. Сол кезде сіздің фундаментіңіз диагоналда шыға қояды. Мысалы мына бұрыштан бүйтіп рулетка атсаңыз, мына қарай немесе жіп тартсаңыз болады. Мына диагонал қанша болса, мына диагоналда дәл сондай арақашықтық көрсету керек. Сол кезде сіздің фундаментіңіз диагонал шығады. Ал жалпы енді диагоналды қалай шығарады деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол Пифагор теоремасына байланысты. Яғни Пифагор теоремасы айтады, мысалға диагоналды табу үшін, мына диагонал қанша екенін табу үшін сізге мына ені бар ғой, үйіңіздің ені қанша мысалға? Мысалға 10 метр дейік ал. Мынаны мысалы қанша дейміз мысалға? 12 болсын. 10-да 12. Мүмкін сіз жалпы тапқан кезде былай табамыз. Мына енін квадраттайсыз, 10-ды квадраттайсыз. Квадраттау деген сөз өз-өзіне көбейту деген сөз. 10-ды 10-ға көбейтесіз. Қосасыз 12-нің квадратын, 10-ды квадраттап аласыз, 12-ні квадраттап аласыз да бір-біріне қосасыз. Сосын мынандай түбірден шығару деген болады калькуляторда. Сосын осыны есептейсіз. Қосқан кезде 244 шықты. Енді 244-ті түбірден басып қаласыз. Жуықтағанда примерно 15,6 метр шығады екен. Яғни мынау 15,6 метр болады диагоналыңыз. Және былай да 15,6 метр болады. Назарларыңызға рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса комментарий жазып қалдыруларыңызға болады.